Жылдың 1 шілдесінде бұл заң іс жүзінде орындалып, Қытайға да басқа шетелдікке де берілейін деп жатыр. Біз оған қарсымыз. Референдумымыз қайда? Конституцияда жазылған, Конституцияға қарсы шығып жатқан бұл кімдер? Қазақтың қамын, Қазақстанның қамын, өзінің елінің, өзінің жерінің қамын ойлап жатқандар ма басшылықтар? Өзіңіз таныстырып жіберіңізші. Менің есімім Ержанова Ғазиза Болатбекқызы, Шымкентте туып өскенмін. Қазір жасым 25-те болады. Алматыда Қазақ ұлттық университетін бітіргенмін. Мамандығым Қытай филологиясы. Қытайдың өзінде болғанмын. Обмен студенті 1 жыл болып келгенмін. Сюйчжоу қаласында Қытайдың жағдайын өз көзіммен іштей көрдім. Өзімнің қаламда 4,5 миллион халқы бар Қытай. Енді 2012 жылы барған статистикамды айтып жатыр. Қазір оқып жатқан менің қыздарым, менің таныстарым, менің сіңлілерім 2016 жылы сол Сюйчжоу қаласы 10 миллионнан асып отыр дейді. Және де былтыр Қытай Халық Республикасында 2 балаға тууға рұқсат беріліп отыр дейді. Сонда қазір статистика бойынша Қытай халқы 1 миллиард 200 миллион халық болса, енді деген олар 2 есе өсе бастайды. Өздерінің жеріне сыймай жатқаннан кейін біздің жерге кіре бастайды. Біздің берейін деп жатқан 1 миллиард гектар жерімізге 1 миллион гектар жерімізге кешіріңіздер, 50 миллион Қытай халқы беймарал сия береді. Сол жердегі 17 миллион қазақстандықтарды қайдан табасың? Сіз бұдан қудалауға түсемін деп қорықпайсыз ба? Ешқандай да қорықпаймын. Қазақ деген атым бар, атам десең атыңдар. Болды. Молодец.